Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Жамбыл облысы Сарысы ауданы Жаңатас қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі Арыстанова Ақмарал Айымбекқызы. 7 сыныпқа арналып отырған сабақтың тақырыбы гүлдің құрылысы, тозаңдану түрлері, өсімдіктердегі ұрықтану туралы түсінік және зиготаның түзілуі, қосарлы ұрықтану. Оқу мақсаттары: өздігінен және айқас тозаңданудың салыстырмалы артықшылықтарын сипаттау, гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын сипаттау. Сабақтың мақсаты: бірінші, гүлдің құрылысы және тозаңдану түрлерін анықтайтын болады. Екінші, гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын түсініп сипаттайды. Бағалау критерийлері: бірінші, гүлдің құрылысы, тозаңдану, өздігінен тозаңдану, айқас тозаңдану туралы алған білімдерін қолданады. Екінші, қосарлы ұрықтанудың механизмі мен маңызын түсіндіре алады. Гүлде жапырақшалар пайда болады. Гүлдің ішінде аталық және аналық орналасады. Аталық жіпше мен тозаңғаптан тұрады. Тозаң дәндері немесе аталық жыныс жасушалары тозаңғапта түзіледі. Аналық аузынан, аналық мойнынан және түйіннен тұрады. Аналық жыныс жасушалары түйінде орналасқан. Тұқым түзілу үшін тозаңдану жүру қажет. Тозаң дәндері аналық аузына келіп түсуі керек. Тозаңдану үдерісі жел немесе су арқылы және бунақ денелілер мен құстар арқылы жүзеге асады. Тозаңданудан кейін өсіп, спермиялардың жұмыртқа жасушасына баратын жолы тозаң түтігін түзеді. Спермия жұмыртқа жасушасына келіп жеткеннен кейін ұрықтану жүреді, яғни жыныс жасушаларының қосылуы. Ұрықтанудан кейін тұқым бастамадан тұқым, ал түйіннен жеміс дамиды. Тозаңдану үдерісі кезінде екі жасушадан тұратын тозаң аналық аузына келіп түседі. Генеративті жасуша бөлініп екі спермия, ал вегетативті жасуша өсіп, тозаң түтігін түзеді. Бұл тозаң түтігі ұрық қапшығына ашылады. Спермиялар тозаң түтігі арқылы келіп, ұрық қапшығына түседі. Спермиялардың біреуі жұмыртқа жасушасымен қосылып зигота түзеді. Зиготадан ұрық дамиды. Екінші спермия ұрық қапшығындағы орталық жасушамен қосылып эндосперм түзеді. Эндосперм қоректік ұлпа. Гүлді өсімдіктердегі бұл үдерісті қосарланып ұрықтану деп атайды. Тұқымның сыртқы қауызы ұрық пен эндоспермді қорғап тұрады. Түйіннің қабырғасынан тұқымды қоршап тұратын жеміс қауызы, жеміс қабы дамиды. Міне, осылайша жеміс түзіледі. Тозаңдану дегеніміз аталық тозаңның аналық аузына түсуі. Тозаңданудың тәсілдері: тозаңданудың өздігінен және айқас тозаңдану тәсілдері бар. Өздігінен тозаңдану дегеніміз бір гүлдегі аталығындағы тозаң осы гүлдің аналық аузына келіп түсуі. Айқас тозаңдану бір өсімдіктің тозаңы сол түрге жататын екінші бір өсімдіктің аналығына жеткізілуі. Өздігінен тозаңданатын өсімдіктер бидай, арпа, зығыр, бұршақ, үрме бұршақ және картоп. Айқас тозаңдану бунақ денелер арқылы, жел арқылы, су арқылы және құстар арқылы тозаңданады. Бунақ денелер арқылы тозаңданатын өсімдіктердің белгілері: гүлдері ірі немесе ұсақ, бірақ гүл шоғырға жиналған. Күлтесі ашық реңді, иісі және шірнелігі болады. Жел арқылы тозаңданатын өсімдіктердің белгілері: гүлдері ұсақ, реңсіз, иісі және шірнелігі болмайды. Тозаңдар көп, олар жеңіл, ұсақ және құрғақ. Ағаштар және бұталар қайың, терек иемен болады. Ұрықтану: аналықтан жабысқақ сұйықтық бөлінгенде аналық аузына түскен тозаң жіңішке түтікше шығарып өнеді. Тозаң түтікшесі ұзарып, аналықтың жатынына жетеді. Жатындағы көп жасушалы тұқым бүршігінің ішінде жұмыртқа жасушасы және ең ірі жасуша болады. Тозаң түтікшесінің ұшында
ірі ядролы екі жасуша, яғни спермий болады. Тозаң түтікшесінің ұшы тұқым бүршігімен тиіскенде екі жасушаның спермий біреуі жұмыртқа жасушасымен қосылып ұрықтанады. Екінші жасуша спермий тұқым бүршігінің ең ірі жасушасымен қосылады. Мұны қосарлы ұрықтану деп атайды. Бұл құбылысты алғаш ашқан ғалым Навашин. Ұрықтанған соң тұқым бүршігінен тұқым жатынан жеміс дамиды. Бірінші тапсырма. Өсімдіктерді тозаңданатын тәсіліне қарай бөлеміз. Яғни, сіздерге тірек сөздер берілген. Сол тірек сөздер жәндіктермен тозаңданатын өсімдіктер жата ма, әлде желмен тозаңданатын өсімдіктер жата ма? Соны бөліп жазамыз. Екінші тапсырма. Желмен тозаңданатын және жәндіктермен тозаңданатын өсімдіктердің белгілерін, нөмірлерін жазамыз. Яғни, берілген сөйлемдердің қайсысы желмен тозаңданады және жәндіктермен тозаңданатын бөліп жазамыз. Үйге тапсырма. Берілген сұрақтарға жазбаша жауап береміз. Бірінші тапсырма. Тозаңдану дегеніміз не? Екінші тапсырма. Гүлді ұрықтанудан кейін не пайда болады? Үшінші сұрағымыз. Ұрықтанудан мәні неде? Және кері байланыс. Бүгінгі сабақ бойынша не түсіндім, нені түсінбедім және нені толықтырам? Назарларыңызға рахмет.